Ай мектеп. Дана, байқадың ба? Көктем келгелі тіршілік оянғандай, далада қимыл қозғалыс көбейді. Аға, не көбейді дейсіз? Қимыл деген қозғалыс, іс-әрекет. Не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап беретін сөздер қимылды білдіретін сөздер болады. Мысалы, күн жылынды, қар еріді, бәйшешек шықты, жер көгерді деген сөйлемдердегі жылынды, еріді, шықты, көгерді деген сөздер заттың қимылын білдіреді. Ал енді сен айналадағы өзгерісті қимыл қозғалысты айта ғой. Ағаштар гүлдеді, жыл құстары келді. Балалар құстарға ұя жасады. Мал төлдеді. Адамдар көшеге жас шыбықтар отырғызды, гүл екті. Ал біз велосипед теуіп жүрміз. Қайталайық. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Адамның немесе заттардың қозғалысын, іс-әрекетін қимыл дейміз. Мысалы, күн жылынды, қар еріді, бәйшешек